Оралдағы зенит зауытының жұмысы одан әрі жандана түсті. Өндіріс орнын жаңғырту нәтижесінде металл конструкцияларын шығаратын жаңа цех ашылды. Мұнда зауыттың өндірісті қуатын арттыруға мүмкіндік беретін заманауи құрылғылар орнатылған. Еліміздегі кеме шығарылатын кәсіпорын жаңа кезеңге қадам басты. Зауытта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, жаңа цех іске қосылды. Бұл өндірісті дамытуға кең жол ашады. Металл кесуге және өнімді тазалауға арналған заманға сай құрылғылар сатып алынды. Әрі құм ағыны мен өңдеу аймағы жасақталды. Мұнда ұзындығы 16 метрге дейін жететін өнім шығарылады. Было приобретено ленточно-пильный станок. Таспа кесу станогы сатып алынды, әрі металл жаймаларын тазалауға арналған құрылғыға қол жеткіздік. Зауыттың жұмысы жанданып, өндіріс қыза түсті. Зенит зауытында бұрын айына орташа есеппен 160 тонна металл конструкциялар жасалатын. Енді жаңғыртылған кәсіпорында өнім көлемі 200 тоннаға дейін артатын болады. Та задача, которая перед нами стоит. Алға қойылған мақсаттарымыз көп. Металл конструкциялар жасауды әлі де жетілдіргіміз келеді. Мұнай-газ саласына қажетті тауарларды көптеп шығару жоспарда. Қазірдің өзінде өнім көлемі әлдеқайда артып келеді. Ай сайын шығарылатын тауар санын 1,5 есеге көбейтуге мүмкіндік туып отыр. Айта кетейік, іргелі өндіріс орнының техникалық паркі мыңдаған арнайы құрылғымен қамтылған. Қазір зауыттан әртүрлі металл өнімдері шығарылады. Еркебұлан Смадияров, Нұрлан Идиров, Алтынбек Абделов, Ақ Жайық арнасы.